Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Нурик. Бүгін бізде «Опасный друг» фильмі. Фильм басты кейіпкер Кристианның ет қуырып жатқанымен басталды. Дайын тамақты ол екіге бөлді. Біреуін тарелкаға, ал екіншісін мискаға. Кристиан мисканы еденге қойып, досы Фрэнкті шақырды. Иттің киімін киіп, төрт аяқтап жүрген Фрэнк ит секілді тамағын жейді. Кристиан кешкі асын ішіп, бір жағынан қыз іздеп отыр. Және Сигарет есімді қызды тауып танысуды шешті. Фрэнк тамағын тауысқасын, қожайыны оны шомылдырады. Сосын екеуі ұйықтайды. Кристиан кроватьқа, ал Фрэнк жерге жайғасады. Таңертең Кристиан итіне корм берді. Өзі таңғы жаттығумен айналысады. Сигаретке де жазуды ұмытпады. Соңында қыз жігітті кездесуге шақырады. Кристиан костюмын киіп дайындалуда. Кетпес бұрын, қалай әдемі бе деп Фрэнктің ойын сұрайды. Жігіт келіскен жерге бірінші болып келді. Және қыз кешігіп жатқандықтан бір бөтелке сыра ішіп алады. Енді кетейін деп жатқанда Сигареттің өзі де келеді. Ол да сыраға тапсырыс беріп, жігітпен әңгіме құрды. Значит, ты не работаешь? Күн батты. Екеуі әңгіме айтып отырып, қалай кеш болып кеткенін түсінбей қалды. Кристиан оны өз үйіне шақырды. Сигарет келісті, және үлкен қымбат үйді көріп, қатты таңғалады. Кристиан вино құйып, өз өмірі туралы айта бастады. Ол бұл үйде жалғыз тұратынын, тек итімен бірге өмір сүріп жатқанын жеткізді. Фрэнк оларды бақылап тұр. Тек өзін бейтаныс қызға көрсеткісі келмейді. Кристиан үйдің қайтыс болған ата-анасынан қалғанын айтты. Әңгіме арты махаббатқа ұласып, екеуі спальныйға кетті. Фрэнк болса әлі сығалап жүр. Келесі күні Сигарет оянып, иттің костюміндегі адамды байқайды. Таңғы ас кезінде де қыз иттің кейпіндегі адамға қараумен болды. Сосын шыдай алмай кетуді шешті. Мне пора, прости. Я забыла, у меня дела. Стой. Жігіт оған бәрін түсіндіруге тырысты. Алайда қыз қорқып, үйіне жеткізіп тастауды өтінді. Қоштаспас бұрын Кристиан бұны ертерек айтпаған үшін кешірім сұрайды. Сигарет кездесу туралы құрбысына айтты. Тіпті Кристианның суретін көрсетеді. Сөйтсе құрбысы оны біледі екен. Және Кристианда әкесінен қалған миллиондары бар екенін айтады. Құрбысы мұндай бай жігітті кішкентай түсініспеушілікке бола тастап кету қате деп жібермеуге кеңес берді. Бұл сөздерден соң қыз жігітке жазбақ болды. Алайда сол сәтте Кристианда телефон соғады. Жігіт бәрін ертерек айтпаған үшін тағы кешірім сұрады. Байлығына қызыққан қыз болса, ренжімейтінін айтады. Келесі күні екеуі тағы кездесуге келді. Кішкенеден соң қыз жаймен Фрэнк туралы әңгіме бастайды. Жігіттің айтуынша Фрэнк оның ескі досы, оның басқа ешкімі жоқ. Фрэнк есінен ауысып, өзін ит санаған кезде Кристиан оны ренжітпеу үшін қожайыны болып ойнап жүр екен. Фрэнкті жақын тану үшін қыз оны сипалайды. Ит олмен ойнағысы келді. Және бұл оны қорқыта бастағасын, Кристиан оны қуып жібереді. Кристиан бала кезінде досы болмағанын айтады. Бәрі оны қымбат ойыншықтар үшін жақсы көретін. Тек Фрэнк қана олмен шын дос болғысы келді. Келесі күні Кристиан ұйқыдағы қызына таңғы ас әкелді. Фрэнк болса қыздан кешегі қылығы үшін кешірім сұрайды. Иди, Фрэнк. Қыз оқуына асықты. Жігіт оны жеткізіп тастайды. Түскі үзілісте Сигарет құрбысын кездестірді. Құрбысының бай жігіттің басын айналдырып алғанын біліп, оңай болма деп кеңес береді. Кешке қыз Кристианның үйіне келді. Және мен басқалар секілді емеспін деп үйіне жеткізіп салуын сұрайды. Алайда миллионердің өтінішін қайтара алмай, тағы да қонып қалады. Ұйықтамас бұрын қыз тағы да Фрэнк туралы сөз қозғайды. Оған қыз тауып беру керектігін айтады. Кристиан болса қаладан шаршағанын айтып, қала сыртындағы үйіне демалуға шақырады. Сигарет қуана келісті. Міне, екеуі итті ертіп, орман ортасындағы үйге келді. Кристиан, үйде жатын бөлме тек біреу ғана, ит бізбен ұйықтайды деді. Сигарет келіскенде, жігіт бұны жай әзіл дейді. Қыз қайта-қайта телефонына қарай берді. Бұл үй қожайынына мүлдем ұнамады. Кристиан демалысты қызықты өткізу үшін телефонды тапсыруды өтінді. Қыз келісіп телефонын бергесін, жігіт оны тығып тастайды. Кешке ол Кристиан вино ішіп отқанда Фрэнкпен ойнайды. Сосын қосылып бірге ішеді. Жігіт вино алуға кеткенде Фрэнк маскасын шешіп, Кристиан қауіпті, дереу қашуың керек деді. Бұл сөздерден кейін қыздың көңіл күйі түсіп, ұйықтағысы келетінін айтады. Қыз таңертең оянып, сыртқа шықпақ болды. Алайда есік кілттеулі екен. Ол жігітінің қалтасын тексеріп жатқанда, Кристиан пайда болып, не істеп жатқанын сұрайды. Сигарет жай таза ауа жұтқысы келгенін жеткізді. Жігіт олмен бірге шығып, ұйықтайтын кезде үнемі есікті кілттейтінін айтады. Қыз екінші кілтті сұрағанда, жігіт үйде тек бір кілт барын жеткізеді. Қыз стресске түсіп, жүрегі айныды. Таңғы асқа тәбеті болмады. Ол жігітке анасымен сөйлескісі келетінін айтып, телефон сұрады. Кристиан келісіп, телефонын әкелді. Тек кетпей жанында отырып алды. Қыз сөйлескесін жігіт телефонды кері сұрайды. Сигарет Фрэнкті алып серуендеуге шықты. Және не болған туралы сұрайды. Басында Фрэнк қожайын тыңдап отыр деп ойлап, сөйлесуге қорықты. Сосын айтуға келісіп, Кристианның нағыз психопат екенін жеткізді. Фрэнкте жоспар бар. Түнде ол ұйықтап жатқанда шабуылдау керек.
Қыз қарсы болды, алайда үйге келе салысымен жастығының астына пышақ жасырады. Кешкі ас кезінде Сигрет нәр татпады және басы айналып есінен танып қалады. Кристиан оны төсегіне жатқызды. Қыз оянып пышағының жоқтығын түсінді. Сол кезде оған Кристиан келіп артынан еруін өтінеді. Жігіт, бұл үйге не үшін келдік, білесің бе деп салқын мінезбен сұрақ қойды. Сосын Фрэнк екеуінің оны өлтірмек болған туралы әңгімесі телефонда жазулы екенін айтады. Ол қыздың пышағын шығарып, саған қатты ренжідім деді. Кристиан қызын клеткада қамаулы жатқан Фрэнкке әкелді. И все же ты хотел меня предать. Но ты ведь понимаешь? Және жануардың маскасын шешіп сипалай бастады. Сол кезде ит қожайынның қолын тістеп алады және оған шабуылдайды. Осы сәтті пайдаланып Сигрет қашуды шешті. Отпускай. Қыздың қашып кеткенін білген Кристиан қатты ашуланды және итін байлап күштеп сарайға келеді. Бұл жерде психопат Фрэнкті түрлі жолмен қинай бастады. Соңында оны клеткаға қамап, жанына колонка қойды. Өзі құлаққап киіп, колонкадағы музыканы барына қосады. Сосын бита алып, клетканы ұрып, Фрэнкті ит секілді үргізеді. Бұл да оған аз болғандай. Психопат оны тізерлетіп, шалбарын шешіп, артынан тоқтаусыз ұра бастады. Ақмақ Сигрет орманда шаныш жоқтығын түсініп, қолына ағаш алып үйге оралды. Ол сарайдағы дыбысты естіп, Фрэнкті мазақ қылып жатқан Кристианды көреді. Қыз оның құлаққапты екенін пайдаланып, жасырынып келіп басынан ұрды. Кристиан жерде жатқанда, ол Фрэнкті тұрғызып қашпақ болды. Тек миллионерге соққы аз болды. Ол битасын алып, қызды ұрып құлатты. Сосын жерге жатып жылай бастайды. Арада біраз уақыт өтті. Кристиан мискаға тамақ салып түкіреді де клеткадағы Фрэнкке береді. Сосын ол екінші мисканы алып сарайға келді. Мұнда иттің киіміндегі Сигрет байлаулы жатыр. Қыз барынша жақсы ит екенін көрсетті. Кристиан оған жақын арада үйге кіргізетінін айтады. Жігіт ас бөлмеге келіп, үшінші мискаға тамақ құйды. Сосын, таңғы уақыты келді балам, деп үшінші клетканың есігін ашады. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.